Сәлем досым, сиқырлы әріптер әлеміне қош келдің. Видеоға мұқият қара, нені көріп тұрмыз? Бірге атайық. Йогурт, йога, айна, қой. Сонымен балалар, бүгін қай әріппен танысамыз деп ойлайсыңдар? Барлығында қай әріп қайталанып тұр? Дұрыс айтасың. И. Қысқа и. Бұл қысқа и дыбысының бас және кіші әрпі. Йогурт сөзінде и дыбысы сөздің басында кездеседі екен. Қысқа и дыбысы, балалар, үнді дауыссыз дыбыс. И әрпі дауысты дыбыстан кейін келсе, дауыссыз болып, басы түртіліп жазылады. Оқылым. Ай, 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 айна, айна, тай, тай, айла, айла, атай, атай, апай, апай. Жарайсың. Жазылым. Қысқа и әрпінің бас және кіші әрпін алдымен ауаға, сосын дәптерімізге жазып көрейік. Бірге қайталап көр. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Ойлан тап. Суреттен нені көріп тұрмыз, балалар? Жандағы әріптерді қосып оқып көр. Қандай сөз шығады екен? Дұрыс таптың. Керемет. Айна, тай сөздері шығады екен. Келесі тапсырма. И әрпінің орналасқан жеріне қарай сөздер ойлап тап. И әрпінен басталатын, и әрпі ортасында кездесетін және и әрпі сөздің соңында кездесетін сөздер ойлап тап. Мысалдармен салыстырып көр. Йогурт, айна, тай. Ал сенде қандай сөздер шықты? Сонымен балалар, бүгін біз қысқа и әрпімен таныстық. Түсінбеген жерің болса, видеоны қайталап көр. Сабаққа өте белсенді қатыстың. Келесі кездескенше қош сау бол.